Қандай процентпен күнәһардан бөлек банкрот болмағанда қайтесің? Сөйтіп кредиттік амнистия дегенге амалсыз құлағыңды түріп отырасың. Биылғы жылдың басты жаңалығы да сол. Жеке тұлғалардың банкроттығы туралы заң қабылданды. Алайда таяқтың екінші ұшы бар демекші, банкроттыққа өтініш берген адамның мойнына үлкен қоңырау ілінетін сияқты. Оны Егов куәгері біледі. Гүлназия Кеш-Жарық, сөз сізде. Несиесін төлей алмай жүргендердің банкроттық туралы өтініштері 3 наурыздан бастап қабылданады. Бұл туралы үкіметте қаржы министрі айтты. Ерұлан Жамабаевтың түсіндіруінше, жеке тұлғалардың банкроттығы туралы заңда 3 рәсім қарастырылған. Алғашқысы соттан тыс. Әуелі соған тоқталайын. Мұның аясында қарызы 5 миллион 520 мыңнан аспайтын, оны 1 жылдан бері төлей алмаған азаматтар қарастырылады. Өтініш электронды үкімет порталы арқылы беріледі. Мемлекеттік кірістер комитеті берген ақпаратқа сәйкес, өзін банкротпын деп жариялаған азаматтарға 5 жыл бойы қаржы ұйымдарына несие алуға шектеу қойылады. Сонымен қатар банкроттықты 7 жылдан кейін ғана қайта қолданып, 3 жыл бойы мемлекет сіздің қаржылық жағдайыңызға мониторинг жүргізеді. Айтпақшы, дәл осы рәсімде атаулы әлеуметтік көмек алып жүргендерге жеңілдіктер бар. Қаржы министрлігінің маманын тыңдайық. Елімізде әлеуметтік осал топтар бар. Яғни егер белгілі бір азаматтар мемлекеттен атаулы әлеуметтік көмекті алып отыр, және ол көмекті 6 ай қатарынан алып отыр дейік. Яғни бұл